Жеке тұлға түрлері. Сен қай типке жатасың? Әр адам өмірінде өз тұлғасын, мінезін және жеке ерекшеліктерін түсінуге тырысады. Бұл сұраққа жауап беру үшін психологияда жеке тұлғаның түрлерін зерттеу маңызды рөл атқарады. Жеке тұлға типтері адамның ойлау тәсіліне, эмоцияларын басқаруына, әлеуметтік қарым-қатынасын қалай орнатуына және өмірдегі мақсаттарына қалай қарайтынына байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Психологияда көптеген тұлға типтері бар, және оларды әртүрлі теориялар мен тәсілдер арқылы топтастыруға болады. Бірақ жеке тұлға типтерін зерттеу арқылы адам өзіне тән мінез құлықтарын, реакцияларын және қарым-қатынас стилін түсіну үшін маңызды ақпарат алады. Бұл өз үшін өмірлік мақсаттарды қоюға, жеке даму жолын дұрыс таңдау үшін қажет болады. Жеке тұлға түрлерін анықтау мен түсіну үшін көптеген теориялар бар. Бір жағынан, бұл теориялар адамның табиғи ерекшеліктерін түсінуге көмектеседі. Екінші жағынан, әртүрлі типтерді білу арқылы адам қоғамда өз орнын табады. Әр тұлғаның өзінің мінезі, құндылықтары, мақсаттары және өзге адамдармен қарым-қатынастағы стилі ерекше. Психологтар мен зерттеушілер адамдарды түрлі топтарға бөлу үшін әртүрлі модельдер ұсынады. Мысалы, олар адамның темпераментін, мінез құлқын немесе жалпы өмірге деген көзқарасын негізге алады. Бұл теориялар тұлғаны көп жақты қарастырып, адамдардың әлемді қалай қабылдайтынын және оған қалай жауап беретініне байланысты түрлерін анықтайды. Ең алғашқы теориялардың бірі бұл темперамент түрлеріне негізделген классификация. Бұл классификацияға сәйкес адамдар 4 негізгі типке бөлінеді: холерик, сангвиник, флегматик және меланхолик. Әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері мен мінез құлықтары бар. Мысалы, холериктер өте белсенді, шешім қабылдауда жылдам және көбінесе эмоцияларын сыртқа шығарады. Олар өте мақсаткер, бірақ кейде асығыс шешімдер қабылдауы мүмкін. Сангвиниктер өздеріне сенімді, ашық және адамдармен оңай қарым-қатынас жасайды, бірақ оларда тым көп жоспарлар жасауы мүмкін. Бірақ соңында олардың кейбіреулері іске аспайды. Флегматиктер сабырлы, байсалды және ұзақ уақыт бойы шешім қабылдайтын адамдар. Олар ұжымда өте жақсы жұмыс істейді, бірақ шешім қабылдауында баяу болуы мүмкін. Меланхоликтер сезімтал, ойшыл және олардың эмоционалды жағдайы өте өзгермелі. Олар өзін-өзі талдайтын және көп ойланатын адамдар, сондықтан олар жиі күмәнданады және өз шешімдеріне сенбеуі мүмкін. Сонымен қатар психологияда адамның тұлғалық қасиеттерін анықтаудың басқа да көп деңгейлі теориялары бар. Мысалы, Юнгтың теориясында адамдардың негізгі типтері интроверт және экстраверт ретінде бөлінеді. Экстраверттер көпшілікпен қарым-қатынас жасауды ұнатады, белсенді және айналадағы адамдармен оңай араласады. Олар энергияны сыртқы әлемнен алады, яғни қоғамдық өмірден қуат алады. Ал интроверттер өз ойларымен және сезімдерімен көп айналысады, ішкі әлеміне шоғырланады. Олар жалғыздықты, тыныштықты жақсы көреді және энергияны жалғыздықта жинайды. Бұл типтердің әрқайсысының өз ерекшеліктері мен күшті жақтары бар, бірақ олардың да бір-бірінен айырмашылықтары болады. Бұл бөліну адамның өзіне тән мінезін, адамға деген көзқарасын және әлемді қабылдау тәсілін көрсету үшін өте маңызды. Басқа бір кең тараған тәсіл, бұл психологиялық типологияның негізінде адамды 4 топқа бөлу. Бұл теорияның негізінде әртүрлі типтер адамның өмірдегі көзқарасы мен мінез құлқының ерекшеліктерін көрсетеді. Бірінші тип – бұл ойшылдар. Оларға тән негізгі ерекшелік, олар өмірді логикалық тұрғыдан, себеп-салдар қатынастарын ескере отырып бағалайды. Олардың ішкі әлемі өте бай. Бірақ олар көбінесе эмоцияларын басқаруда қиындықтар тудыруы мүмкін. Екінші тип – сезімтал адамдар. Олар басқа адамдардың қажеттіліктеріне бейім, эмоциялары мен сезімдеріне үлкен мән береді. Бұл адамдар қарым-қатынас орнатуда өте жақсы, бірақ олар кейде тым сезімтал болып кетуі мүмкін. Үшінші тип – практикалық адамдар. Бұл адамдар іс-әрекетке бағытталған, олар мәселелерді шешу үшін практикалық шешімдер іздейді. Олар дәлелдер мен фактілерге сүйеніп жұмыс істейді. Төртінші тип – шығармашыл адамдар. Оларға тән ерекшелік, олар жаңа идеяларды, шығармашылық шешімдер мен өзгелерден өзгеше көзқарастарды жақсы көреді. Олар дәстүрлерден тыс жолдарды іздеп, өмірге креативті көзқарас ұстанады. Жеке тұлға типтерін білу арқылы адам өзіне және өз мінез құлқына қатысты маңызды түсініктер ала алады. Бұл типологиялар адамның өміріне үлкен әсер ететін ішкі ерекшеліктерін түсінуге көмектеседі.
Жеке тұлға түрлерін білу адамның өзін-өзі дамытуына, қоғамдағы өз орнын табуға және өзара қарым-қатынас кезінде үйлесімділік орнатуға мүмкіндік береді. Әрбір типтің өзінің күшті және әлсіз жақтары бар, бірақ олардың бәрі адам өмірінде өз орнын табуы мүмкін. Өзіңнің жеке тұлға типіңді түсіну арқылы сен өз өміріңді жақсарта аласың. Өзгелермен қарым-қатынасты оңтайландыра аласың және өмірде өз мақсатыңа жетуге көмектесетін жаңа қадамдар жасай аласың. Сен қай типке жатасың? Бұл сұрақтың жауабы өміріңе жаңа бағыт бере алады. Өзіңді түсіну арқылы сен өзіңнің күшті жақтарыңды дамытып, әлсіз тұстарыңды түзету үшін қажетті қадамдарды жасай аласың. Бұл өзін-өзі танудың, өзін-өзі дамыту мен өсудің басты қадамдарының бірі. Жеке тұлға типтері тек теориялық білім емес, олар практикада да сенің өміріңді жақсарту үшін пайдалануға болатын маңызды құралдар болып табылады. Әрбір адам өз жолын таба алады, бірақ ол үшін өзінің жеке ерекшеліктерін білу және дұрыс бағытта жұмыс істеу қажет.